Білімділері сөз жазып зарлағанда, ой кезіп, жердің жүзін шарлағанда, алдаусыз адам өмірін түзетерлік әділет, ынсап, мейірім бар ма адамда. Әйтпесе, мәз боп жүрме қиянатқа, зорлықпен бірін-бірі жалмағанға. Мен адамнан таза ақыл таба алмадым, ойланып, өзеленіп қармағанда. Көрсе қызар, жалмауыз бәрі алдағыш, көп адамның қылығын барлағанда. Өнерпаз білімді елдің мінезі осы, аяу жерде махаббат қалмаған ба? Немесе бұлар бұрын жоқ болса да, әншейін бар деп бізді алдаған ба? Көрінер, ғылымды елдің сырты таза, тексеріп, терең ойға салмағанда. Ақымақ пен айуанның исаңқиды істерін әбден сынап талдағанда. Кейде түзелейік кел деседі, кешікпей соғыс ашып белдеседі. Айласы артық қаруы сайы жеңіп, мақтанып, барма біздей елдеседі. Тамам жан өзін өзі мен деседі, өзгелерді жатырқап сен деседі. Біз дейтұғын бір елді таба алмайсың, бұл қайтып әділетпен теңеседі. Ойласаң, барша адамзат туған бауыр, бірін-бірі шұқылап қылды жауыр. Балалық, айуандықтан шыққан ел жоқ, бұл сөзім талай жанға тисе ауыр. Европа, білімді жұрт осы күнде, шыққан жоқ айуандықтан ода мүлде. Терең ойлап сөзімнің түбін білде, іштен жыла шырағым сыртпен күлде. Сол есті елде киім бар мода деген, керегіне лайықтап киінбеген. Жас балаша қызығып сәка гүлге, масқара боп жүргенін бір білмеген. Шебелет, қалпақ, тар шалбар қысқа сертек, киіп алып қылтиып қағар селтек. Ұнайма ыстық суық қозғалысқа, ойланбай болғаны несі мұнша тентек. Әйелдері қуыршақ үлі біреген, жалбыр шашақ сәкәкүл талай неген. Кеңір деген сор айтып кеудесі ашық, осы емес пе орынсыз сән ғой деген. Ойлашы, осы ақылға жараса ма, емес пе ержетпеген балашаға. Не денеге, не жанға жайлы емес қой, осыған да дау айтып таласа ма. Лайықты киім жоқ па бұдан басқа, керексіз кербезденіп бос шатаспа. Ақылды киім бермес, ғылым берер, ғылымын ал, өнерін ал, мұны таста. Бақ дәулетті мол берді жаратылыс, пайдаланып қылсаңшы жақсы жұмыс. Табиғаттың таусылмас қасиетін жұрттың жұмсап жүргені ақылсыз іс. Қайда кетті жаралыс берген байлық, ұстанғалы әскермен қару сайлық. Жана шымай әлсізді аңша қырып, мейірімсіз озбырлығы осындайлық. Мұнысы айуаннан қалай дейсің, бір жаңа өнер шықса пәләй дейсің. Ол өнермен өзгені құлданып ап, аямай өз бауырыңды қалай жейсің. Күн көр алмай жақының жатыр өліп, шіміркенбей жемтігін жейсің бөліп. Ғылым деген бұл босқа адыра қалсын демеске бара жатыр ішім толып. Қанекей, ақ жүрекке қайсың жеттің, жеттім деп тамам жанды тентіреттің. 20 ғасырдың адамынан анық таза бір елді көрмей өттім. Мен ақ жүрек деген сөз босқа шығын, қару күшпен көрсетіп қасқырлығын. Мылтық билеп тұрғанда әділет жоқ, алдамай-ақ аулақ өл жарықтығым. Қару әскер тастаудың жөні келмес, неге десең біріне бірі сенбес. Тамам адам періште болмай тұрып, ал түзелші дегенге ешкім көнбес. Айла күш айуандықтың ең жаманы, боқты боқпен жуғанмен ел түзелмес. Ар түзейтін бір ғылым табылмаса, зұлымдықты жалғанда әділ жеңбес. Құр айтқанмен қолынан түк келмейді, ақ жүректі таза адам болса кемкес. Қас түзеймін деп жүріп көз шығарып, қалмақ ойын ойнаумен ештеме өнбес. Жас баланы ұрғанмен шырылдатып, ойы толмай тұрғанда ақылы енбес. Араны ашық жалмауыз арсыз төбет, аулақта жемтік деуден жеркенбес. Адамның сыртқы дене жаралысы, нәпсісі
айуанмен анық теңдес. Бөлектігі жалғыз-ақ таза ақылда, әлің келсе жол тапта осыны емдес.